Әлі ешкім келмеген бе? Шаршап кеттім ғой. Онда мен барып орналаса берейін. Мәссаған өте деме екен. Осы шкафқа орналасайын онда. Нұсқа алып қояйыншы. Осы дұрыс. Мұнда біреу бар ма? Барып орналасайын менде. Ой, мынау уже занят екен. Может, біреу келіп қалған шығар, может, әлі. Онда мына шкафқа орналасайын. Так, домен уход. Это... Қандай музыка шығып жатыр? Мынақты сияқты. Ой, сәлем. Сәлем. Сен осы жерге жаңадан келдің, иә? Иә. Негізі мен де қазір ғана келгенмін. Онда ендеше бір жатақханада тұратын сияқтымыз ғой, иә? Иә. Жақсы, мен қазір заттарымды қоя салайын, қазір сөйлесеміз. Иә, есімің кім? Менің есімім Аружан. Күшті. Ал менің есімім Изабелла. Күшті. Изабелла. Қандай керемет ат. Рахмет. Сен қандай мамандықта оқып жатсың? Мен негізінде дизайнер мамандығында оқып жатырмын. О, күшті. Ал мен болсам стилист. Күшті. Сен өте стильді киінетінің көрініп тұр. Рахмет. Қалған қыздар келе ма? Иә, келіп қалатын шығар, 2 қыз келу керек вроде. Жақсы. Жүр, онда қыздарды бірге қарсы алайық. Жарайды, жүр. Звукты өшіре салайық. Жүр. Байқаймын, спортқа жақын сияқтысың. Иә, мен спортпен айналысамын. Негізінде мен дизайнер болғым келмейді. Менің оданда спорттан беретін мұғалім спорт, яғни дене шынықтырудан беретін мұғалім болғым келеді. Керемет. Сәлем барлықтарына. Сәлем. Сәлем, мен жаңадан келдім. Иә, есімің кім? Айнар. Танысқаныма қуаныштымын. Иә, ал менің есімім Изабелла. Ал менің есімім Аружан. Жақсы. Сендер қандай мамандыққа оқуға келдіңдер? Мен негізінде дизайнер, бірақ та мен дизайнер болғым келмейді. Сол үшін, яғни дизайнермін. Ал мен стилистке. Күшті. Ал мен болсам математика пәні мұғаліміне. О, күшті. Математика білесің ба? Иә, математиканы жақсы көремін. Күшті. Жарайды, онда мен барып орналаса берейін. Жақсы, давай. Мен онда не жаққа орналасайын? Hello, girls. Иә, сәлем. 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 Есімдерің кім? Менің есімім Изабелла. Ал менің есімім Аружан. Айнар. Күшті. Ал менің есімім Айжан. Вау, күшті. Иә. Мен негізінде өзімді айта кетсем, мен осы жерге папа-мамамның ақшасы арқылы түстім. Байсың ба? Иә. Ал сен қандай мамандыққа түстің? Мен негізінде актрисалыққа түстім. Вау, күшті. Иә, бәріміз енді сендер өз білімдеріңмен түстіңдер ме?
Иә, мен чисто өз біліммен түстім. Менде көрініп тұр. Иә, енді не істесем орналасып кел жеріме. Жарайды. Бірақ та мынау розовый шкаф онша емес екен, мен бұған ілмеймін. О, бос екен. Ал, шыға ғой жаным. Жаным, сені қалай тастап кетем мен? Әрине, итті күшіктерді кіргізуге болмайды, бірақ та мен бәрібір кіргізем. Жүр. Ал, қыздар, мен келдім. Сен не күшік алып келгенсің? Бұл жерге кіргізуге болмайды. Иә, бұл жерге кіруге болмайды. Тем более менде аллергия. Неге болмайды? Так, деп жақсы күшік. Мен бәрібір бұны жасырып қоям. Ешкім де білмей алады. Осы жердің иесі келген кезде ұрсады. Точно айтам. Ұрыспайды, ал мен тағып қоям. Жақсы, бірақ та енді қазір кеп қалса ананы тығып қойсайшы, то қазір кеп қалуы мүмкін. Жарайды. Келе ғой, мынаның ішіне кіре ғой. Тыныш отыр. Просто үйде күшікті мен асырағам, и поэтому мамам папам өзіммен бірге алып кетеді. Сосын алып кеттім. Тақтым ба? Иә, тағып қойдым, болды. Аллергия бар екенін мен қаяқтан білемін. Жарайды, ешкім кетпейді. Алайда стилің вау екен. Рахмет, мен осындай киімдер кигенді ұнатамын. Осындай қара цветті. Түрімді енді көріңдер ғой. Иә. Жақсы, онда тамақ ішейікші, мен қарым қатты ашып кетті. Жарайды, жүр. Менде қарым ашты. Қыздар, сендер өздерінің жейтін бір нәрсе алып келдіңдер ме? Иә, мен кәні айтпақшы, Айнұр, сен тамағың жоқ қой. Еще сенің де тамағың жоқ айтпақшы, кім айтады? Ой. Жарайды, өзім қазір алып келем. Аяқта қалып қалған. Жарайды. Мына сенікі. Мына менікі. Тимеңдерші, бұл менің тамағым, жүре ме? Тимейміз ғой. Мен келдім, қарым ашып кетті. Мә, саған тамағың күшті ғой. Иә. Мен аш емеспін. Телевизор көресіңдер ма? Иә, қосшы көрейік. Не болып жатыр? Ой, новости ма? Көрмеймін, онда өшіре сал. Тоқта, мен көріп отырмын. Өшірші ана музыканы. Туф. О, осындай музыка тыңдап керек қой. Ту, вообще, құрып жібердің ғой. Не музыканы ол? Күшті ғой. Жарайды. Мен одан да кеттім, барып кітап оқиын, ертеңгі сабаққа дайындалайын. Математика пәннен беретін көрініп тұр, иә? Иә. Менің миым математикаға вообще жетпейді. Не қызығы бар осы математикасы құрсын? Айтпа, бірақ та мен сонда да оқып жүрмін өзім үшін. Сен сонда осы қымбат оқу орнына және де осындай керемет, осындай уютный общежитияда сен ақша арқылы түстің, иә? Иә. Негізінде біз баймыз, сол үшін мен негізінде аттестатты мен яғни ақша арқылы түстім оқуға. Керемет, ал мен болсам біліммен. Менде. Ал енді біздер болсақ бәріміз құрбы болып 4 жыл бойы бірге жүреміз. Иә.
Осылайша қыздардың таныстықтары өстіп басталды. Ал Айнұр болса жалғыз өзі бөлмесінде кітап оқып отыр. Қыздардың келесі өмірлерін екінші серияда көре аласыздар. Сол үшін тіркеліп лайк басып кетіңіз, жіберіп алмашыны және барлықтарыңызды салыңыздар.